Фильмнің оқиғасы Херби атты кішкентай көлікпен басталады. Ол көптеген жарыстарға қатысқан, бірақ әрқашан ұтылып келген, сондықтан иесі оны Дейв атты темір-терсек сатушыға сатады. Онда көліктің өздігінен қозғалатыны, адамға ұқсас сезімталдығы мен қабілеттері бар екені белгілі болады. Дейв көлікті сынап, кемшіліктерін айтқанда, Херби кек алып, түтінімен оның аяқ киімін, бетін ластайды, арқанмен сүйреп әкеліп, киімін былғайды. Әрі қарай оқиға Мэгги атты студент қыздың университетті бітіру салтанатына ауысады. Ол скейтбордпен келіп, дипломын алады да әкесімен бірге шығады. Сол кезде досы жаңа көлігімен келіп, ата-анасының бітіру сыйлығы екенін айтады. Бұл Мэггиді іштей қызғандырады, бірақ ол білдірмейді. Содан кейін Мэгги әкесімен бірге ағасы Рейдің жарысына барады. Рей ұтылады және бүкіл жол бойы ренжіп отырады. Түнде әкесі Мэггидің дипломын қабырғаға іліп қойып, ертеңінде бітіру сыйлығын өзі таңдауға рұқсат беретінін айтады. Келесі күні әкесі Мэггиді арзан көліктер сатылатын Дейвтің ауласына апарады. Ешқайсысы Мэггиге ұнамайды. Ол бір көлікке отырып көргенде, Херби мен ескі көліктер дыбыс шығарып, қозғалып, назарын аудартуға тырысады. Бірақ Мэгги елең етпей кетіп қалады. Дәл сол сәтте кран Хербиді көтеріп әкетеді. Мэгги әкесіне ешқайсысы ұнамағанын айтады. Кран Хербиді биікке көтеріп, қателікпен Мэггиге ұнаған көліктің үстіне тастап жібереді, ол көлік бүлінеді. Ақыры Мэгги Хербиді сатып алуға мәжбүр болады. Көлік жуылып, тазаланған соң Мэгги ішіне отырады. Онда бұл көлікке қамқор болыңыз, ол мәселелерді шешеді деген жазба тұрады, бірақ Мэгги оған мән бермей, лақтырып тастайды. Көлікті іске қосқанда Херби өздігінен жүре бастайды. Мэгги қатты қорқып, айқайлай алмайды, бірақ Херби дұрыс жүріп, оны Кевиннің гаражына келеді. Көлік жылдамдықпен кіргенде Кевин шошып, жерге құлайды. Мэгги түсіп Кевинді көреді де, екеуі бір-бірін таниды, олар мектепте дос болған. Мэгги көлікті Дейвтен сатып алғанын, жиі естен шығатынын айтып, жөндеткісі келетінін айтады. Кевин оны жөндей алатынын, қайта қоқысқа тастамау керектігін айтады да, мәселені анықтау үшін жолда сынап көруді ұсынады. Мэгги келіседі. Екеуі жолға шығады. Херби өздігінен үлкен жылдамдықпен қауіпті маневрлер жасайды. Кевин таң қалып, Мэггидің жүргізу шеберлігіне сүйсінеді. Мэгги көліктің өздігінен жүріп жатқанын айтады. Херби адам көп жиналған көшеге шығып кетеді. Мэгги оны соңғы сәтте тоқтата алады. Кевин абайлау керектігін айтады. Мэгги тағы да көліктің өздігінен жүргенін қайталайды, бірақ Кевин сенбейді. Екеуі көліктен түседі. Сол кезде чемпион Трип келіп, халық оған жиналады. Ол барлығын өз жарысына шақырады, автограф сұрайды. Мэгги ренжіп, Хербиді көшеде қалдырып, скейтбордпен кетпек болады. Херби қатты дыбыс шығара бастайды. Мэгги қайтып келіп, капотты ашқанда Херби қарамай бүркіп жібереді. Кевин көліктің ішінен жаңа дулыға мен киім табады да Мэггиге береді. Ол киініп шығады. Трип автограф таратып жүргенде Кевин әдейі иығымен итеріп қолтаңбасын бұзып алады. Трип ашуланып, Мэгги мен оның көлігін мазақтайды. Олар елемей көлікке отырады. Херби өздігінен жүріп, Триптің көлігіне соғылып, оны бүлдіреді. Халық Мэггидің әдейі істегенін ойлайды. Трип жарысқа шақырады, Трип қабылдайды. Кевин түседі, Мэгги де түсемін десе, Херби есікті құлыптап, өздігінен жарыс орнына жүріп кетеді. Жарыста Трип алда болады, бірақ Херби басым түсіп, оңай ұтады. Халық Мэггиді қолдайды. Трип ашуланып, түсірілімге тыйым салады. Мэгги Кевиннің гаражына оралады. Кевин оны чемпион деп мақтайды, Трипті жеңгенін айтады, тағы жарысқа қатысуды ұсынады. Мэгги ойланып көретінін айтады. Үйге келсе, әкесі мен отбасылық досы Салли теледидардан жарыс туралы жаңалықты көріп отыр. Әкесі ашуланып шығып кетеді. Мэгги қуып жетіп, әкесі оған көше жарыстарына қатыспауға уәде бергенін, бір рет жарақат алып, ауруханаға түскенін, қайталанғанын қаламайтынын айтады. Сонымен қатар Кевинмен кездескенін, оның жарысқа итермелеуі мүмкін екенін білетінін айтады. Мэгги көліктің өздігінен жүргенін айтпақ болады, бірақ тоқтап, Кевиннің досы Макстың көлікті алып, жарысқанының өтірік айтады. Әкесі сенеді. Мэгги Кевиннің гаражына барады.
Кевин ақауларды жөндейтінін, көліктің керемет күші барын, Трип ұйымдастырған жарысқа қатысуға болатынын айтады. Мэгги ол жолы сәттілік қана болғанын, әкесіне уәде бергенін, бұрынғы жарыстан кейін ауруханаға түскенін, енді Нью-Йоркке кетіп, жаңа өмір бастайтынын айтады. Гаражда жарыс жарнамасы ілінген, бірінші орынға $10,000 беріледі. Мэгги көлікке отырмақ болғанда Херби жарнаманы алдына қойып қояды. Мэгги сыйлық сомасын көріп таң қалады да, қатысатынын шешеді. Кевин көлікті жөндейтінін, ұтса ақшаны тең бөлісетінін айтады. Екеуі бірнеше күн жөндейді, бірақ толық дайын болмайды. Дегенмен Мэгги жарысқа тіркеледі. Трип оны көріп көлігін мазақтайды. Мэгги Максты қолдауға келгенін, өткен жарыста Макстың оны жеңгенін айтады. Осылайша өзінің жүргізуші екені білінбесін деп, дулыға киіп, жасырынып жүреді. Жарыс басталады. Бұл кезеңнің жеңімпазы Триппен финалда кездеседі. Әр айналымда Херби ұтып, Мэггидің жанкүйерлері көбейеді, автограф сұрайды, бірақ олар оны Макс деп таниды. Трип жарыс суреттерін қарап, дулығадан Мэггидің шашы шығып тұрғанын байқайды. Түнде Мэгги Трипке жолығады. Трип неге өзінің жүргізбейтінін, жалғыз жарысқа шықпайтынын сұрайды, оның шеберлігін мақтайды. Атасы кәсіби жүргізуші болғанын, сол себепті осы салаға келгенін айтады. Мэгги жауап берместен кетпек болады. Трип нағыз көлікті сынап көруді ұсынады. Мэгги келісіп, оның көлігіне отырып, серуендейді. Осы уақытта Трип Хербидің капотын ашып, жылдамдығын төмендетпек болады, бірақ Херби май бүркіп жібереді. Трип ашуланып, көлікті ұра бастайды. Херби оны итеріп жіберіп, жерге құлатады. Мэгги қайтып келіп, көлікті мақтайды. Трип ұтылса, көліктерін айырбастауды ұсынады. Мэгги алғашында бас тартады, бірақ кейін келіседі. Херби мұны естіп қайғырады. Ертеңінде Мэгги ас үйге шықса, досы Чаризма келіпті. Ол жарысқа ешкім білмей барғысы келеді, сондықтан Чаризманы гаражға алып барады, бірақ жарыс туралы айтпайды. Көліктің бір түрлі екенін қайталайды. Чаризма Трипке қалдырдың ба деп сұрайды. Жауап берерден бұрын Кевин Чаризмамен сөйлесетінін айтып, Мэггиді дайындалуға жібереді. Мэгги мен Триптің жарысы басталады. Херби күш салмайды, мәреге жеткенде тоқтап, Триптің ұтуына мүмкіндік береді. Мэгги ашуланады, Хербидің әдейі істегенін түсінеді. Трип келіп мазақ қылады, бетін ашуды талап етеді. Мэгги дулығасын шешіп, шынайы бетін көрсетеді. Әкесі көрермендер арасында болатын көреді. Трип кран шақырып, Хербиді алып кетпек болады. Кевин кедергі жасамақ болады, бірақ Трип ұтылса көліктің өзіне тиесілі болатынын айтады. Кевин Мэггидің мінезіне ренжиді. Мэгги Чаризманың көлігімен қайтады. Чаризма оны мақтап, бала кезден жарысқа құмарады деп қайта оралуды ұсынады. Мэгги ойланып, Трипке барып көлігін қайтаруды талап етеді. Трип кеш қалдың дейді. Осы кезде Триптің көмекшісі Хербиді автокөрмеге апарады. Мэгги сол жерге келіп, иесінен көлігін қайтаруды сұрайды, бірақ ол бас тартады. Үлкен монстр көлік Хербиді қағып өтуге кіреді. Мэгги Чаризманы күзетшіні алаңдатуын сұрап, Хербиге жақындайды да, оған қайтып келгенін, күш жинау керектігін айтады. Херби күшін жиып, монстр көліктің соққысынан Мэггиді құтқарып, оны ішіне отырғызады. Триптің көмекшісін қағып, халықтың алдынан өтіп, басқа көліктерден қашады. Ақыры монстр көлік апатқа ұшырап, ғимараттан шығады. Херби Кевиннің гаражына оралады. Кевин қуанады. Мэгги мен Кевин Рейдің жарысына барады. Жарыста Рей қабырғаға соғылып, ауруханаға түседі. Дәрігер сол көзіне зақым келгенін, терең сезімнің жоғалғанын, толық тексеру керектігін, ертеңгі жарысқа қатыса алмайтынын айтады. Рей әкесіне жалғыз мүмкіндік Мэггидің орнына жүруі дейді. Әкесі алғаш бас тартады. Мэгги әкесіне әрқашан Рейді қолдап, арманын орындауға көмектескенін, ал өзін бір апаттан кейін жарысқа жібермей қойғанын еске салады. Әкесі қайтадан жоғалтқысы келмейтінін айтады. Түнде Мэгги гаражда болады. Рей келіп, ертең орнына жүретінін айтады. Мэгги таңғалады, әкесінің қарсы екенін еске салады. Рей әкесі әрқашан команда басшысы екенін, бірақ командамен сөйлескенін, барлығы Мэггиді қалайтынын айтады. Мэгги қуанады. Кевин мен команда Мэггидің көлігін тез жөндейді.
Трип жарысқа келіп, Мэгги мен Хербиді көріп ашуланады, көмекшісін өтірік айтқаны үшін ұрсады. Жарыс басталады. Қатысушылар көп болғандықтан Мэгги артта қалады, бірақ алға шығады. Басқа көліктер оны қысып кедергі жасайды. Мэгги үрейленбейді. Құлақ қабынан әкесінің дауысы естіледі. Ол оны қолдап, дарынды жүргізуші екенін айтады. Мэгги сенімділік табады да, қыспақтан шығады. Херби маяқтап Кевинге техникалық тоқтау керектігін ескертеді. Көлік тоқтап, жөндеу жасалады. Кевин бір турдан артық шыдамауы мүмкін екенін айтады. Мэгги жарысуды тоқтатпақ болады, бірақ Херби өздігінен қозғалып, жалғастырады. Мэгги қайтадан алға шығып, Триппен теңеседі. Трип оның көлігін қатты соғып, қабырғаға итермелейді. Мэгги көлігін кенет артқа тартып, Триптің тепе-теңдігін бұзып, оны қабырғаға соқтырады. Триптің көлігі аударылады. Мэгги толық газ беріп, мәре сызығын бірінші болып кесіп, жарысқа жеңеді. $10,000 ұтып алады. Хербидің арқасында арманын орындап, көлікке адал болуды, оны ешқашан тастамауды шешеді.